Сәлем, мен құрметті көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Сізбен бірге мен Алмашка, және қазір мен түскі уақытта, бала шағаның барлығын жайғастырып, кружоктан алып келіп, тамақтарын беріп, үйде қазір ойнап жүр олар. Қазір менің уақытым бос, сондықтан да мен қазір уақытты жіберіп алмай, қасымнан қалмайтын балам ұйықтап жатқан кезде, мен кішкене болса да осылай жүріп, сергіп, сөйтіп қазір бара жатырмын жүріп келуге. Бір ғана кішкентай ғана минус, бір жағынан ол плюс. Далада қазір жаңбырлы болып тұр. Жаңа ғана қойған сияқты еді мен шыққан кезде. Қазір міне машинада отырып видео жазып жатырмын, жаңбыр қайттан басталып кетті. Бірақ сонда да мен енді қазір видеомды бастаймын. Қазір не істейтінімді көрсетемін. Тағы да менде бүгін посылкамды алып кету керек. Пиндододан зат берген тұғымын. Сол затым бүгін келді. Қазір доставкада тұр. Жаңа посттан аламын қазір. Доставкада тұр. Әлі жаңағы полкаға қоймаған екен, бірақ уже біздің ауылға келіп қойыпты, жаңағы отделениемізға. Соны да күтіп жүрмін. Және де сол доставканы алып, сразу машинаны дворға қойып, бірақ үйге кірем ба деп тұрмын. Видеомды қайтадан бастадым, жаңарттым жұмысымды ютубтағы, өйткені қазір менде жаңа күш пайда болды, жаңа бір мотивация, білмеймін, қазір бір түрлі сондай энергиям көп болып тұрма, сондай, ютубты да қайттан бастауға, қайттан қолға алдым, говоря. Бастауға емес, жалғастыруға деп айтайыншы. Ал достар, егер де сіздерге қызық болса, менімен бірге болыңыздар. Мына күнделікті жаңағы магазинге неге баратын киіммен атып шыға салдым, өйткені қазір Мұхтар ұлы мені көріп қойса, бір жаққа шығып бара жатқанымды артымнан қалмай қояды. Сондықтан да мен міне бұлай атып шықтым қазір ұйықтап жатқан кезінде. Ал достар, сіздерге егер де видео ұнаса, онда менімен бірге болыңыздар. Ал қазір біз камерамда да 6% не істеймін, достар. Ладно, если что, телефоныма түсіремін, жалғастырамын. Ал, кеттік. Ой, достар, міне мен жүретін жолға келдім. Осы жерде біз көбінесе серуендеп жүреміз. Легко можно, с удовольствием сделать здесь 5000 шагов. Да, но сегодня смотрите, какая погода. Что-то мен желанием кетіп қалды. Мынандай ауа райында зонтикпен де ондай қатты ыңғайлы емес екен. Бірақ далада керемет ауа райы. Ауа райы керемет, шынымен де. Өйткені бізде, сіздерге машинадан шығып көрсетейінші мынандай әдемілікті. 5% қалды деп тұр да. Но все равно сниму для вас. Итте қасыма жақындапты. Иттерден қатты қорқам. Не заметила. Ал достар, мына жақта біздің ауыл, ал мына жақта біздің сұлу пейзаждарымыз. Керемет. Ал достар, менде 4% далаға шыққымда келмей қалды. Бірақ үйде де отыруға желание жоқ. Үйде мен отырғаныма уже декретте отырғаныма үйде 10 жылдай болды, 10 жылдан асты. И бір кішкене болса да үйден шығып басқа жаққа баруға бір шанс болса, мен ол шансты қазір жібермеуге тырысып жатырмын. Өйткені балалар, Аллаға шүкір, үлкейіп қалды, және енді кішкене өз-өзіме келіп, өз-өзіме көңіл бөлетін уақыт келді. Балаларға қарай берсең, олардың арттарынан жүре берсең, уақыт сөйтіп өте береді. Оларға әрқашанда мама керек, мамалары қасында болғанын өте қатты қалайды. Қатты қалайды емес, енді өте удобно. Әр балаға, тек қана менің ғана емес, әр балаға олай ұнайды. Мамасы бар болса қасында еркелейді, ойнайды, бір нәрсеге көмектесіп жібереді. Но мамасына да кішкене өз-өзіне уақыт керек екен бөлуге. Хотя бы жарты сағат. Мен осы көп болды медитация жасағым келіп жүр. Күнделікті жаңағындай.
Джо Диспензаның медитациялары, мен оны кезінде жасағанмын, бірақ қазір енді ғана осы уақыт келді маған. Ну, уақытым уже бос уақытым көбейіп жатыр, жайдап, минуттап көбейіп жатыр. Сондықтан да осындай шанстарды өзіммен өзім болуға, хотя бы жарты сағат, хотя бы 45 минут, хотя бы 15 минут ең болмағанда, мен ондай шансты айырылмауға, сондай шансты осылай ұстап алуға тырысамын. Өйткені ол менің уақытым, менің жеке уақытым. Мен ол кезде ешкіммен сөйлеспесем де болады. Я тіпті жолдасымда да үйде болып, мен өзім бір жүріп келсем, өзімен осылай видео түсірсем, өте қатты маған осындай уақыттар қазір керек болып жүр. Қатты емес енді, әрине, күпіршілік болмасын, астағфирулла, Алладан кешірім сұраймын, егер дұрыс емес нәрсе айтып қойсам, бірақ бірақ енді шынымен де керек, кішкене болса да бір керек. И мен сол шанстарды осылай мықтап ұстап алып, соны деген максимум 100%-ға өзіме керекті нәрселерді істеп тастауға, сондай сол уақытты қолданамын. 1% қалыпты камерамда, достар. Жарайды, достар, осы 4 минуттық видео болған шығар. Осы видеомен мен сіздермен пока что әзірше қоштасамын. Келесі видеоға дейін менімен бірге болыңыздар. Менің атым Алма, және де каналыма жазылып қойыңыздар, лайк басыңыздар, ұнап жатса, сұрақтарыңыз болса комментарий жазыңыздар. Сол баяғы программа бойынша ғой. Пока.